Ерлердегі тестостерон жеткіліксіздігінің нақты 7 белгісі. Көп жігіттер тестостеронның төмендеуін либидо мен потенциямен ғана байланыстырып жатады. Негізі оның белгілері өте көп. Онда кеттік, бірге талқылайық. Мен Ерсұлтан Қайратұлы, уролог-андролог дәрігер. Парақшамда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Жіберіп алмау үшін подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Ең бірінші, зәр шығарудағы проблемалар. Күндіз жиі дәретке барады, сонымен қатар түнгі уақытта ұйықтап жатқан кезде именно осы туалет қысып сізді оятады, соның салдарынан сіз дәретке барасыз. Осындай өзгерістер байқала бастайды. Бұны көбінесе дәрігерлер простатит деп айтып жатады. Негізгі бұл тестостеронның төмендігінен де осындай жағдайлар жиі байқалады. Себебі тестостерон төмендесе, простатаның қызметі бұзылып, көптеген жас жігіттерде осындай белгілер анықталады. Сонымен қатар екінші белгі түктердің өсуінің өзгеруі. Көбінесе сіз мысалы сақал алатын еркектер күнделікті сақалын қыратын болса, ал сізде тестостерон төмендеген кезде сізде уже сақалдың, шаштың өсуінде әртүрлі өзгерістер байқалады. Ол жаңағыдай сирек өсе бастайды. Сонымен қатар сіз бұрын күнде қырынсаңыз, қазір күнде қырынбайсыз, анда-санда бір қырынатын боласыз. Үшінші белгісі арықтай алмау. Көп ер адамдар қысқа мерзімде резко салмақ қосып алады. Және де өзі арық, бірақ оның іші шығып кеткен. Іш аймағында майлардың жиі жиналуы, висцеральды аймақта майдың көп болуы. Негізі бізде тестостерон гормоны ол майды жығайт ететін мықты гормондардың бір түрі болып табылады. Осындай еркектерде көбіне жаңағындай спортпен айналысады, диета ұстайды, бірақ соңында да арықтай алмайды. Ол негізі гормонын бір тексеріп көру керек осы кезде. Келесі бізде ер адамдарда төртінші белгісі ол ұйқышылдық. Күндіз бойы ұйқысы келіп жүреді, шаршаңқы, еш нәрсеге жаңағындай желаниясы жоқ. Бірақ түнгі уақытта ол дұрыс ұйықтай алмайтын болады. Түнімен жиі оянады. Бұл да бір тестостерон жеткіліксіздігінің бір белгісі. Гормоныңызды міндетті түрде барып тексертіңіз. Бесінші бізде терморегуляцияның бұзылуы. Адам тоңғыш болып келеді, немесе слишком терлегіш болып келеді. Сіз бір бөлмеде отырсыз, мысалы достарыңыздың барлығы қалыпты жағдайда отыр, ал сіз терлеп отырсыз. Осыны анықтау керек. Сонымен қатар адамның қолы, аяғы тершең болып келеді. Және де бір белгісі ұйықтап жатасыз түнгі уақытта, ал сіз терлеп, тіпті төсегінің өзі шылқылдаған тер болып оянады. Осы да тестостерон жеткіліксіздігі. Немесе керісінше тоңып жүресіз үнемі. Адамдар жаңағындай ыстықтап отырса, сіз керісінше тоңып отырасыз. Және де жаңағындай аяқ қолыңыз үнемі тоңып отырады. Осының барлығы тестостерон жеткіліксіздігінің белгілері болып табылады. Келесі бізде алтыншы белгісі адамның былайша айтқанда психоэмоционалды состояниесі. Адам өмірге деген құлшынысы төмен, болмаса жаңағындай әркімді кінәлайды, негативқа жақын болып келеді. Сонымен қатар жаңағындай үнемі ұйқысы келіп жүреді, бір нәрсеге мотивациясы жоқ, жұмыс істеуге желаниясы жоқ. Болмаса жаңағындай өзінің хоббиларын ұмыта бастайды, қызығушылықтарын. Бұрын жаңағындай футбол ойнайтын болса, футболға желаниясы болмайды. Және де жан жағынан тек қана негатив істейтін болады. Ал бізде жетінші белгісі ол барлығымыз айтатындай либидо мен потенцияның төмендеуі. Былайша айтқанда жыныстық қатынасқа құмарлықтың төмендеп кетуі, әйелге деген қызығушылықтың болмауы, немесе жаңағындай аптасына 3-4 рет жыныстық қатынас болатын болса, бұл кезде уже айлап жыныстық қатынасқа түспеу, одан кейін жаңағы әйелімен ұрсыса беру, болмаса әйелін кінәлау деген секілді осының барлығы тестостеронның жеткіліксіздігінің белгілері болып табылады. Егер де сіз осы белгілердің хотя бы өзіңізде бір 2-3-еуін байқасаңыз, міндетті түрде барып, кез келген лабораторияда 1-2-3 мың теңгеге барып тестостерон анализін тексеріп көріңіз. Және де оның төмендеуін байқасаңыз, міндетті түрде уролог-андролог дәрігерге келіп консультациясын алып, тестостеронды көтеретін мықты витаминдер бар, терапиялар бар, жаттығулар бар, соларды алсаңыз болады. Өз денсаулығыңызға қарап жүріңіз, денсаулық бізге берілген аманат.